Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен биология пәнінен интенсивімізді жалғастырамыз. Бүгінгі біздің интенсивте қарастыратын тақырыбымыз ол жануарлардың қан айналым жүйесінің эволюциясы. Және адамның қан айналым жүйесіне ерекше тоқталып кетеміз. Оның ішінде оның қандай ерекшеліктері бар, адамның қан айналым жүйесінің қандай артықшылықтары бар, және қан тамырлардың, жүректің және жалпы қан айналымның физиологиясына тоқталатын боламыз. Сонымен қан тамырлардың мынадай түрлері бар. Ол артерия, вена және капилляр. Артериялар бұл жүректен ағзаға қанды апарады. Қысым бұл тамырларда өте жоғары, және сәйкесінше жылдамдық та, қан қысымы да өте жоғары болады. Және оның ішінен, артерияның ішінде, бізде артериялық қан ашық алқызыл түсті қан болады. Бұл осы алқызыл түс, ол осы қанның ішіндегі оттек мөлшерінің өте көп екендігін білдіреді. Бұл артерияның өзінің 3 қабаты болады. Ол сыртқы, ортаңғы және ішкі қабаты. Естеріңізде ме, оқушылар, біз алдыңғы интенсив сабақтарымызда жануарлардың және өсімдіктердің ұлпаларын қарастырған болатынбыз. Енді осы артерия 3 қабаты бар дедік. Бұл 3 қабаты 3 түрлі ұлпамен жабылған. Сыртқы қабат бұл дәнекер тіні. Ортаңғы қабат бұл бұлшық етті. Бұлшық етті дегенде бірыңғай салалы бұлшық ет. Яғни қозғалысы баяу, біздің еркімізге бағынбайтын бұлшық ет. Және ішкі бөлігін қаптап жататын бізде эпителий, жалпақ эпителий қабаты. Келесі қан тамырымыз ол бізде вена. Вена бұл өз кезегінде өз кезегінде 3 қабаттан тұрады. Олар керісінше ағзадан жүрекке қанды тасымалдайды. Бұл дегеніміз қалай? Бізде артериялар жалпы жүректен шығып, жүрек соғады ғой, жүрек сығып шығарған қанды артериялар бүкіл ағзамызға, бұлшық еттерімізге, мүшелерімізге тасыса, сол бұл ағзаларға, бұлшық еттерге барған қандар қайтадан венаға жиналып, вена қайтадан жүрекке барып құяды. Енді бұл жерде қан қысымы төмен және қан баяу ағады. Және бұл бізден айттық қой, ағзадан жүрекке тасиды. Яғни ағзаға оттек жеткізді артериямыз, ал вена сол жаңағы бұлшық еттерден оттектің соңғы өнімдері бар ғой, бізде көмірқышқыл газы. Көмірқышқыл газын өзіне алады да, өзіне қосып алады да, сөйтіп көмірқышқыл газының түсі қандай еді бізде? Ол бізде қара түсті ғой, көмірдің түсін қарасаңыздар қара түсті. Осы қара түс ол көмірқышқыл газының түсі. Сондықтан да венаның ішінде ағатын қанның түсі ол бізде қою қошқыл қызыл түсті болып келеді. Енді біз үлкен веналар мен артерияларды айттық, үлкен қан тамырларды айттық. Ол артерия және вена. Енді осы артерия мен вена бұл бізге ағзаға қанды тасымалдайды және ағзадан қанды жүрекке тасымалдайтын еді. Алайда бұл қан тамырлар біздің бұлшық еттердің, органдарымыздың ішкі бөліктеріне терең кірмейді. Жай ғана, былайша айтқанда, үлкен труба ретінде елестетсеңіздер болады. Ал енді әрбір жасушаға, әрбір тінге, әрбір бұлшық ет жіпшесіне қанды тасымалдайтын майда-майда қан тамыр торы ол капиллярлардан тұрады. Капиллярлар өз кезегінде бұлар бір қабаттан ғана тұрады. Яғни бір қабатты эпителийден тұрады. Бұл капилляр өте жұқа болады, қабығы өте жұқа болады, оңай тесілетін болады, және бұның ішінде қан қысымы өте төмен болады.
және бұл жер негізгі газ және зат алмасу орны болып табылады. Қабырғасында тек бір ғана қабатты эпителий бар. Және осы артерия мен венаны жалғайды. Оқушылар біліп алыңыздар, бұл қазір өтіп жатқан біздің құрылымдар, бұл адамның анатомиясына тән, яғни адамның қан айналым жүйесіндегі құрылымдардың анатомиясы. Енді қан тамырларының салыстырмасы. Артериялар, бұлардың қызметі жүректен шыққан қанды ағзаға тасымалдайды. Ал веналар қатты қанды денеден жүрекке тасымалдайды. Ал капиллярлардың қызметі ол газ алмасу мен зат алмасуды қамтамасыз етеді. Ал артериялар қабырғасында қандай ерекшелік бар? Артериялар қабырғасында 3 қабат, жазық бұлшықет қабаты, негізі бірыңғай сала бұлшықет қабаты, жақсы дамыған. Қабырға венада 3 қабат олда да, бірақ жазық бұлшықет қабаты жұқа болып келеді. Ал енді капиллярдың қабырғасына келетін болсақ, бұл бір қабатты эпителий жасушасынан тұрады, яғни өте жұқа құрылым болып табылады. Енді осы қан тамырларды қысымы бойынша салыстырып көрсек. Қысымына келетін болсақ, артерияларда қан қысымы өте жоғары болып келеді. Біз білесіздер ме, оқушылар, 120 мен 80 деп талай рет естіген болсаңыз керек қан қысымы. 120 дегеніміз осы артериялардағы жүректің соққан кезіндегі қан қысымын айтамыз. Енді веналар бұл төмен, яғни бұл жерде қан қысымы төмен және баяу қозғалады қан тамырлар. Қан тамырдың ішінде қан баяу қозғалады вена арқылы. Ал капиллярларда өте төмен. Енді түсіне келетін болсақ, артерияның ішіндегі болатын артериялық қан бұл оттекті қан және ашық қызыл түсті болып келеді. Ал венаның ішіндегі қан ол веналық қан, оның түсі қою қошқыл, яғни қара қызыл болып келеді. Енді біз қолды кесіп алған кезде байқаймыз, көбінесе қан аққан кезде қара қан ағып жатады. Қараға жақын тұйықтау қан, күңгірт қан ағып жатады. Бұл ненің белгісі, балалар? Бұл венадағы қанның қою қошқыл екендігін, оның күңгірт екендігінің, оның қара түске жақын екендігінің белгісі. Ал егерде ол қан алқызыл түсті болатын болса, қою болатын болса, ол веналық қан, егер қан аққан кезде атқылап, ал қызыл түсті қан ағатын болса, онда біз оны артериялық қан деп атаймыз. Енді веналардың, біз айттық, артерия. Артерияда қан қозғалады жүрек соққан соң. Себебі жүрек артынан итеріп тұр қанды. Және бұл жерде қан қысымы өте жоғары. Бұлшықет қабаты өте жақсы дамыған, серпімді. Сондықтан қан ағып жатыр. Ал венада болса, бізде қан қысымы ондай жоғары емес. Және аяқтың ұшынан жоғары қарай қанның ағуы болып керек. Бірақ ондай қысым жоқ венада. Ол қалай қан жоғары қарай ағады? Ол кезде бізде бұлшықеттердің тонусы және қақпақшалар арқылы жүзеге асады екен. Яғни бізде бұлшықеттердің тонусы, бұлшықеттер қозғалған кезде веналар да жоғары қарай шығады деген сөз. Сонымен қатар, осы артериялардан айырмашылығы веналардың ішінде клапандар болады. Бұл клапандар төменнен келген қан жоғарыға шығады ғой, сол кезде клапан жауып қалады. Яғни жоғарыдан қайтадан қанның төмен түсуіне жол бермейді. Ал енді капиллярдың ерекшелігіне келетін болсақ, ол артерия мен венаны байланыстырады.
Енді біз қан кетті деп айттық қой жаңа, иә. Енді оны қалай тоқтатамыз? Артериядан қан кету болса, онда жоғары жағынан, қан тамырының жоғары жағынан қысамыз, қызыл қанды көрсек. Ал егер венадан кеткен қанды көрсек, яғни қою қошқыл қызыл қанды көретін болсақ, онда төменнен, тамырдың төмен жағынан қысатын боламыз. Ал енді капиллярда ондай нәрсе жоқ, алайда капилларларда алмасу деген нәрсе бар. Бұл қанның концентрациясына байланысты веноздық қан артериялыққа, артериялық қан веноздық қанға айналады екен. Енді қан тамырларының айырмашылығын түсінген болсақ, жүректің анатомиясына тоқталсақ.
Жалпы адам ағзасында жүрек сол жақта орналасқан, кеуденің сол жағында, және ол 4 бөліктен тұрады. Оқушылар, жалпы білеміз ғой жүректің не екенін. Жүрек дегеніміз қан айналым жүйесінде қанды айдайтын басты бұлшық етті мүше болып табылады. Жалпы жүрек ол адамның моторы десек болады. Енді бұл біздің жүрегіміз 4 камералы деп айттық. Ол сол жақ жүрекше, оң жақ жүрекше, сол жақ қарынша және оң жақ қарынша. Жалпы алғанда 2 жүрекше, ол 2 қарынша бар ғой. Оң және сол деп бөлеміз, иә. Енді бізге міне бізде қарайық. Мынау артынан қараған кезде оң жақ жүрекше дедік қой. Оң жақ жүрекшеге бізде үлкен қан айналым жүйесінен қан келеді. Веналық қан келеді. Көкпен берілу керек еді негізі. Веналық қан. Веналық қанды көкпен белгілейміз. Енді бұл веналық қан баратта біздің өкпемізде қанға қанығады. Осындай әртүрлі торлармен барады да, біздің өкпемізде қанымыз оттекке қанығады. Бұны қалай түсінеміз? Жүрек бірінші өкпеге қанды айдайды. Сөйтіп, ол қан тамыр өкпеге барады да тор түзеді. Көптеген шумақтар түзеді. Ол өкпені толық қамтып жатады, бұл өкпедегі капиллярлар. Сөйтіп, біз тыныс алғаннан кейін оттекпен тыныс аламыз ғой. Сол оттекпен тыныс алғаннан кейін диффузды жолмен ауадан ол қанға сіңеді. Диффузды жолмен. Яғни ауаның қан тамырға біздің артерияларымызға өтуіне ешқандай да энергия жұмсалмайды. Бұл баратта біздің диффузды жолмен қанымызға енеді. Сөйтіп, бұл енді оттекке қанықты ғой. Оттекке қаныққан соң, ол енді бізде веналық қан емес оның ішінде. Оның ішінде уже бізде артериялық қан болады. Артериялық қан барып сол жақ жүрекшеге барып құяды. Сөйтіп, сол жақ жүрекшеге құйылады, міне. Сол жақ жүрекшеде жиналады да, оң жақ қарынша да жиналады. Оң жақ қарыншадан үлкен қысыммен бізде аорта немесе қолқаға барып осы қан құйылады. Аорта, яғни қолқа, бұл адам ағзасындағы ең үлкен артерия. Бұл үлкен артерия біздің бүкіл ағзамызға баратын қанның бастауы болып табылады. Яғни барлық қандар осы қолқадан бастау алады. Сөйтіп, бұл қан бүкіл ағзаны айналып өтеді. Бүкіл ағзаны айналып өтіп, оттегін береді де бүкіл ағзаларға. Сол оттегі тыныс алған, жасушалық тыныс алу бар бізде. Жасушадан тыныс алған көмірқышқыл газын өзіне алады. Сөйтіп, ол көмірқышқыл газына қанығады. Сөйтіп, ол қан бізде веналық қан деп аталады. Веналық қан. Сөйтіп, веналық қан қайтадан оң жақ жүрекшеге барып құяды. Оң жақ жүрекшеден құйылып,
оң жақ қарыншаға түсіп қайтадан сол өкпеге барып оттекпен диффузды жолмен қанығады екен. Енді осы жүрек соғып тұрады дедік, иә? Бұл жүрек қалыпты жағдайда бір рет соғуына 0,8 секунд кетеді. 0,8 секунд. Сонда орташа есеппен минутына 70-80 рет соғады жүрек. Алайда бұл қалыпты жағдайда, айтып өтейін. Астын сызып біліп алыңыздар, қалыпты жағдайда. Егер де адам жоғары тыныс алатын болса, тез тыныс алатын болса, мысалы, болады ғой, жүгірген кезде, ауыр жүктеме болған кезде, көп еңбектенген кезде, осы кезде жүрек, біздің бұлшықеттерімізге көп күш керек, көп оттегі керек, көп қоректік зат керек. Сондықтан да біздің жүрек тез соғады. 90, 100, 110-ға дейін соға береді. Ал ұйықтап жатқан кезде қалыпты жағдайда бізде қан қатты керек емес, бүкіл ағза демалып жатыр, сондықтан жүрек соғысы 70-80-нен азая түседі. Бұл жүрек соғысының физиологиясы. Енді жүректің өзі камераларын айтты, иә? Енді оның қабаттары бар. Жүрек перикард, миокард және эндокард қабаттарынан тұрады. Перикард бұл біздегі жүректің сыртқы қабаты, ол бізде дәнекер тінінен тұрады. Жалпақ дәнекер тіні жалпы бетін қаптап тұрады. Сосын ортаңғы қабаты ол миокард. Миокард ол ортаңғы қабат және жолақты бұлшықеттерден, жүректік бұлшықеттерден тұрады. Жүректік көлденең бұлшықеттер. Біз жалпы жануарлардың ұлпасын өткен кезде айтып едік, иә, оқушылар. Бізде әр түрлі ұлпалар бар дедік. Соның ішінде бізде бұлшықет ұлпасының 3 түрі болады. Ол қаңқа бұлшықеті, бірыңғай салалы бұлшықет және жүрек бұлшықеті. Біз жүрек бұлшықетін неліктен бөлек қарастырамыз? Себебі ол құрылысы жағынан қаңқа бұлшықеттеріне өте ұқсас, яғни тез соғады, көп күш жұмсайды. Алайда бізге бағынбайды, автоматты түрде жұмыс істейді және шаршамайды, қажымайды. Бұл жүректің бұлшықеті сіз туылғаннан бастап, сіз қайтыс болғанға дейін қанша жыл өмір сүрсеңіз, сонша уақыт тоқтаусыз, минутына 70-80 рет тоқтаусыз соға береді. Сондықтан бұл қажуға төзімді. Мысалы, біз 2-3 сағат тұрып тұрсақ, аяғымыз қажып кетеді ғой. Ол бұлшықет жұмыс істегеннен қажып кетеді. Ал біздің жүрек бұлшықеті одан шаршамайды. Бұл жүрек бұлшықетінің үлкен артықшылығы.
түсіндіңіздер ғой, жүректің 4 камерасы бар, 3 қабаты бар. Кеттік. Енді біз жануардың эволюциясына келейік. Жануарлардың эволюциясы. Жалпы қан айналымының бізде 2 түрі бар. Ол тұйық қан айналым жүйесі және ашық қан айналым жүйесі. Тұйық қан айналым жүйесі дегеніміз, бұл бізде жүрек артерияға барады. Артерия капиллярлар арқылы мүшелерді қанмен қамтамасыз етеді. Сөйтіп олар венаға құйып, жиналып, венадан қайтадан жүрекке барады. Яғни қан тек қана қан тамырларында ғана қозғалады. Қысым жоғары болады, сондықтан қан айналымы өте жылдам жүреді. Бұл тиімді, дамыған, яғни эффективті жүйе. Бұл эволюцияның шыңы, былайша айтқанда, тұйық қан айналым жүйесі. Ал енді ашық қан айналым жүйесіне келсекші. Мысалы, буын аяқтыларда бізде ашық қан айналым жүйесі. Бұл қан тамырлар, бұларда да жүрек болады, біз сияқты қан тамырлары болады. Бірақ ашық қан айналым жүйесінде қан тамырлардан шығып, қуысқа түседі. Қуыс қандай қуыс? Бұл бізде асқорту қуысы болуы мүмкін, немесе төмен қысым. Бұл баяу алмасады. Сондықтан да қуыстарға құйылып жатыр ғой. Бұл жерде жоғары қысым жоқ уже. Сондықтан да бұл баяу қозғалады. Және қарапайым қысымсыз жүйе. Бұл ең алғаш пайда болған қан айналым жүйесі болатын. Енді тұйық қан айналым жүйесі кімдерде бар? Жауын құрттардан басталып, барлық омыртқалы жануарларда бар. Ол бізде бақа болсын, бауырмен жорғалаушылар, құстар, адамдарда бәрінде тұйық қан айналым жүйесі. Ал енді ашық қан айналым жүйесі кімдерде десек, ол буын аяқтыларда және моллюскілерде деп айтамыз. Енді тұйық қан айналым жүйесіне келсек. Тұйық қан айналым жүйесінің 2 шеңбері бар. Ол өкпелік және ағзалық шеңбер. Немесе кіші қан айналым, немесе үлкен қан айналым. Осы екеуін бөлеміз. Үлкен және кіші қан айналым шеңберлері бар. Енді бізде жүректен өкпеге барады. Жүректің оң жақ оң жақ қаншасынан шығып қан. Сөйтіп біздің өкпемізге барады. Өкпеден қайтып келіп, сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Бұны біз кіші қан айналым шеңбері немесе өкпелік қан айналым шеңбері деп атаймыз. Бұл қан айналым шеңберінің ерекшелігі, бұл жерде бізде газ алмасу жүреді. Яғни қанның оттекпен қанығуы осы кіші қан айналым шеңберінде жүзеге асады деген сөз. Ал енді үлкен қан айналым шеңбері қай жерден басталады? Үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан басталып, оң жақ жүрекшемен аяқталады. Бұл кезде бүкіл біздің ағзамыздың бұлшық еттері, қаңқасы, органдар, миға дейін барлығы осы қан айналым жүйесі арқылы қанданады. Сондықтан да біз оны үлкен қан айналым шеңбері деп атаймыз. Сөйтіп оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Бұл уже венозды қан келіп құяды.
Сонымен біз білдік екі қан айналым шеңбері бар. Үлкен кіші қан айналым шеңбері, яғни өкпе айналымы, бұл оң жақ қарыншадан шығып өкпе артериясы, сосын өкпеге барады. Сосын өкпеде ол веноздық қан артериялық қанға айналады. Сөйтіп өкпе веналары сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Ал енді үлкен шеңберде, яғни жүйелік қан айналымда, бұл сол жақ қарыншадан басталып аорта арқылы барлық ағзаға тарайды. Ағзада артериялық қан веналық қанға айналады. Сөйтіп жоғарғы төменгі қуыс венаға қайтадан жиналып оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Енді жануарлардың қан айналым жүйесінің эволюциясына келіп тоқталсақ. Жануарлардың қан айналым жүйесінің эволюциясында алғаш рет жүрек, бұл міне алғаш рет жүрекше жоқ болған, бұл бізде тұйық қан айналым болғанмен жауынқұрттарда бізде жүрек жоқ. Оның орнына үлкен қан тамырлары ғана болады екен. Енді моллюскілер, яғни ұлулар, кальмар, каракатица барлығы жатады. Бұлардың жүрегі пайда болған алғаш рет, және бұлар жүрегі 2 немесе 3 камерадан тұрады. Алайда қан айналымы ашық, 1-2 жүрекшеден және 1 қарыншадан тұрады. Буынаяқтылар жүрегінің қуыс саны бірнеше, яғни әр жәндікке тән әртүрлі, ашық қан айналым жүйесі және жүрек пен қарынша бөлінбеген. Енді балықтарда алғашқы адамның мысалы жүрегіне ұқсас жүректер пайда бола бастады. Бұл 2 камералы, яғни 1 жүрекше мен 1 қарыншадан тұрады, және тұйық қан айналым шеңбері. Алайда 1 ғана қан айналым шеңбер. Ал бізде қосмекенділерде де тура солай 1 қан айналым шеңбері, бірақ 3 камера пайда болды. Жүрегі 3 камерадан тұрады. Алайда жүрегінің жүрекшесі 2 жүрекше 1 қарынша болады ғой. Жүрекшесі толық бөлінбеген, яғни перде жоқ. Сондықтан да аралас қан ағады. Енді жорғалаушыларда бізде 3 камера, бұны 3 камера деп толық айта алмаймыз, 3 перде деп атаймыз. Себебі бір-бірімен ішінара жабылған, яғни жартылай жабылған. 2 жүрекше 1 қарынша, яғни 2 жүрекшенің арасы жартылай жабылған, сондықтан да біз бұны камера емес, перде деп атаймыз. Бұл, біліп алыңыздар, барлық жануарларда тұйық қан айналым жүйесі. Жануарлар деген біз нені меңзеп тұрмыз? Бұл омыртқалы жануарлардың барлығында бізде тұйық қан айналым жүйесі бар деп атаймыз. Енді құстарда нағыз 4 камера пайда болды. Қан айналым жүйесі тұйық, 2 жүрекше 2 қарыншасы бар, және олар толық бөлінген, толық қанды 4 камера, және 2 қан айналым шеңбері бар құстарда. Сүтқоректілер, яғни осы адамдар жатады, ит тұқымдастары, мысық тұқымдастар, барлығы шөпқоректілер, барлығы бұл сүтқоректілерге жатады. Олардың жүрегі 4 камералардан тұрады, және тұйық қан айналым жүйесі 2 жүрекше 2 қарынша, және олар толықтай бөлінген болып табылады.
Сонымен жануарлар кластары бойынша жүректің кестесін толық жаттап алыңыздар деген үміттемін. Келесі слайдқа көшсек, енді жүрек эволюциясының жолына келейік. Жүрек эволюциясы. Бұл бізде ОБТ-да келетін сұрақтар жануарға байланысты, жүрек эволюциясына байланысты осы слайд қана. Ол қалай? Бізде жауын құрттарда жүрек жоқ. Балықтарда жүрегі қандай камералы десе, 2 камералы деп атаймыз, және 1 қан айналым деп атаймыз. Түсінікті ғой? 2 камера, 1 жүрекше, яғни 1 жүрекше мен 1 қаншадан тұрады. Бақанікінде 3 камера, алайда жүрекшелердің арасы толық жабылмағандықтан аралас қан ағады. Перде жоқ, оттегі мен оттексіз қан айналымда араласып жүре береді екен. Енді жыланда да тура солай 3 камералы және пердемен жабылған. Біз айттық қой, бақада 3 камера болғанмен ол ешқандай жабылмаған, араласқан болады. Ал жыландарда пердемен аздап жабылған, яғни жартылай жабылған. Осының салдарынан жорғалаушылар аздап бөлінеді. Эволюция барысында бұл жалпы перде жабылып жатыр деген сөз. Енді құстар мен сүтқоректілерде камера 4 камералы болып келеді. 4 камералы, яғни толық бөлінген, қан айналым толық бөлінген және жетілген жүйе жылы қан ағады. Енді бүгінгі сабақты қорытындылауға да келіп қалдық. Ол дегеніміз қалай? Бізде жылдам қайталап алайық. Сонымен бүгін сабақта не айтылды? Сонымен бізде артерия мен венаның айырмашылығы: артерия жүректен ағзаға тасиды, онда қысым өте жоғары болады. Жазық бұлшықетті қабаты қалың, оттегілік қан болады. Ал енді венада болатын болса, вена ол ағзадан жүрекке қанды тасиды. Қысым бұл қан тамырларында төмен. Осы веналардың араларында мынандай қақпақшалары болады. Және оттексіз, яғни оттек емес, көмір қышқыл газына қаныққан қан ағады. Енді жүрек қанша бөліктен тұрады деген сұраққа 4 бөлімнен тұрады деп жауап береміз. 2 жүрекше, 2 қарыншадан тұрады. Жүрекшелер, оларда айырмашылығы жұқа қабырға болады, қарыншаларда қалың бұлшықет қабырғасы болады. Енді үлкен және кіші қан айналым шеңберінің айырмашылығы қандай десе, сіздер жауап бересіздер. Кіші, яғни өкпелік қан айналым, бұл оң жүректен басталып, өкпе, сонымен өкпені толық айналады, сөйтіп сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Сөйтіп қан оттекке байиды. Енді үлкен қан айналым шеңберінің қандай ерекшелігі бар десе, сол жақ қарыншадан басталып, қарынша негізі барлық ағзаны қамтиды, сөйтіп оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Осы қан айналымынан біздің ағзамыз оттекті алады екен өзіне. Енді ашық және тұйық қан жүйесінің айырмашылығы: бұл тұйық қан тамырдан шықпайды және омыртқалар мен жауынқұрттарда болады. Ашық қан айналым жүйесі қан тамырдан шығып, дене қуысын толықтай жуып өтеді екен. Енді жорғалаушылар мен қосмекенділердің қандай айырмашылығы бар қан айналым жүйесінде? Қосмекендіде 3 камера, бірақ перде жоқ, сондықтан да араласқан болады. Ал жорғалаушыларда да 3 камера болғанмен, олардың жүрекшелері жартылай пердемен жабылған. Сөйтіп, қан аздап бөлінеді. Енді капилляр қабырғасы неден тұрады десе, бір қабатты эпителий жасушасынан тұрады деп жауап бересіздер. Бұл газ бен заттың оңай өтуін қамтамасыз етеді, және артерия мен венаның 3 қабатымен салыстырып көрсек, бұлар өте жұқа болып табылады. Сонымен, ұбт-да дайындықты есте сақтаймыз. Балықтар 2 камералы, 1 қан айналым жүйесі болады.
Қосмекенділерде 3 камералы, жорғалаушыларда уже перде пайда болған. Сүтқоректілер мен құстарда 4 камералы, яғни толық бөлінген нағыз 4 камерадан тұрады. Біз қан айналым шеңберін адамда екіге бөлдік. Ол тұйық және ашық жүйелер. Тұйық бізде жауын құрттарда және барлық омыртқалыларда болады. Ашық буынаяқтылар моллюскілерде кездеседі. Бұларды екеуін шатастырып алмаймыз. Сондықтан бізде қан айналым жүйесі сіздерге толық түсінікті болды деген ойдамын. Біз енді келесі бір тақырыпшамызды талдаймыз. Оған дейін мынаны жаттап алыңыздар. Құрметті оқушылар, егер де жаттап алған болсаңыздар, біз өзіміздің келесі сабақшамызға өтеміз. Сонымен біздің келесі қарастыратын тақырыпшамыз ол метаболизм. Метаболизм бұл тірі организмдер қоршаған ортамен тұрақты және үздіксіз байланыста болады. Бұл байланыс зат және энергия алмасу процестерінде, яғни метаболизмде жүзеге асады. Жалпы былай айтқан кезде, біздің ағзамызда өтіп жатқан барлық процестердің жиынтығын метаболизм деп атаймыз. Енді зат алмасу. Бірінші зат алмасуға кірейік. Зат алмасу дегеніміз не? Зат алмасу дегеніміз жалпы біздің ағзамыздағы процестер ғой. Бұл үш кезеңнен тұрады. Заттардың бірінші организмге түсуі, яғни қоректі заттар сыртқы ортадан ағзаға түседі, тамақ арқылы. Сөйтіп ол біздің ағзамызда химиялық өзгерістерге ұшырайды. Сөйтіп ол заттардан энергия өндіріледі. Яғни біздің қозғалуымызға, сөйлеуімізге, жүруімізге энергия жасалады сол тамақтан. Сөйтіп соңғы өнімдер, яғни қажетсіз қалдықтар және де жаңағы химиялық өзгерістерге ұшырағаннан кейінгі біздің ағзамыз қолдана алмайтын заттар, олар соңғы өнімдер болып табылады да, сөйтіп оны сыртқа шығарады. Кейбір қосылыстар, міне айтып өткеніміздей, кейбір қосылыстар өз қызметін атқарғаннан соң қажет болмай қалады. Ал кейбіреулері
ағзаға аса қажет болады. Енді метаболизм процесі. Метаболизмде жоғары молекулалы қосылыстар ферменттердің қатысында ферменттер арқылы синтезделеді, ал күрделі молекулалар ыдырайды. Бұл үдеріс тірі организм жасушаларында үнемі орын алатын және зат энергия алмасу түрінде түсіндіріледі. Енді зат және энергия алмасудың сұлбасына назар аударайық. Бізде метаболизмді, яғни жоғары молекулалық органикалық заттарды жалпы екіге бөлеміз. Біздің ағзамызда болып жатқан барлық процестерді біз екіге бөлеміз. Ол анаболизм және катаболизм. Анаболизм және катаболизм. Анаболизм дегеніміз бұл төмен молекулалы заттардан үлкен заттар түзілуі. Міне, мысалы, бір зат болса, соны екінші затқа қосады, үшінші зат қосылады, төртінші затты қосады да біздің ағзамыз үлкен молекулалы зат істеп шығарады. Бір тұтас молекула істеп шығарады. Бұны біз анаболизм деп атаймыз. Ал енді катаболизм бұл біздің ағзамыздың энергия жұмсау процесі. Бұл кезде осы тура мынау кезінде түзілген ірі молекулалы заттар майда-майда бөліктерге бөлінеді. Бұл процесс осылардың арасында бөлінеді ғой, кішкентай заттарға. Осылардың арасында байланыс бар, сол байланысты үзу арқылы бізде энергия пайда болады. Сол байланыста ғой энергияның өзі. Осы мынау байланыста бізде энергия болады. Осы энергия мынаны үзу арқылы бізде АТФ энергиясы түзіледі. Енді анаболизм грекшеден аударған кезде анаболе, көтерілу, яғни бұл биологиялық синтез реакцияларының жиынтығы. Анаболизм процесінде жаңа липидтер, нәруыз, көмірсулар және басқа да молекулалар синтезделеді. Бұл реакциялар жасушалар мен олардың органоидтерінің құрылымын қалыптастырады. Енді синтез реакциялары барлығы осы анаболизмге жатады. Бұлар ЭПТ-да липидтердің синтезі, рибосомаларда нәруыздың синтезі, Golgi кешенінде эукариоттардың синтезі және прокариоттар мен өсімдіктердің цитоплазмасында көмірсулардың синтезі. Яғни байқап тұрғандарыңыздай барлық синтездік процестер олар бізде анаболизм процестеріне жатады. Жасушаның макро молекулаларының түрлік ерекшеліктері болады, бірақ синтез үшін бізде энергия қажет. Сондықтан да бұл жоғары молекулалы заттарды түзуге бізге энергия қажет болады екен. Анаболизм дегеніміз түсіндік, яғни кішкентай молекулалы заттардан үлкен жоғары молекулалы заттар түзіледі, ірі заттар түзіледі. Яғни синтездік реакциялардың барлығы анаболизмге жатады. Бұл кезде бізде бұларды құру үшін бізде энергия жұмсалады. Ал енді катаболизм. Катаболизм бұл катаболи, яғни құлату деген мағынаны білдіреді, немесе энергетикалық алмасу деп атаймыз. Бұл молекулалардың жай молекулаларға ыдырау реакцияларының жиынтығы. Бұл процестерде энергия босап шығады да АТФ молекулаларында жинақталады. Біз білеміз, әрі қарай АТФ түрлі процестерді орындауға, біздің сөйлеу, қозғалу, жүру, тұру процестерімізді осы АТФ энергиясын қолданамыз. Енді катаболизмге мынандай мысалдарды келтірсек болады. Ол липидтердің, полисахаридтердің, нәруыздардың, нуклеин қышқылдарының ыдырауы, май қышқылдары мен көмірсулардың митохондрияда ыдырауы. Бұл энергия тірі организмде барлық тіршілік әрекеттерін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Енді метаболизм қызметі. Метаболизм екі негізгі қызмет атқарады. Ол қандай? Бұл жасушаны
құрылыс материалдарымен қамтамасыз етеді. Сөйтіп жасушаны энергиямен қамтамасыз етеді. Бұны қалай түсінеміз? Мысалы, құрылыс материалдары, құрылыс материалдары деген осы жасушаны түзуге қатысады ғой. Жасуша неден тұрады? Сол нәрселерді тұрғызады, былайша айтқанда. Бұлар амин қышқылдары, глюкоза, органикалық қышқылдар мен нуклеотидтер мен нәруыздар, көмірсулар, липидтер және нуклеин қышқылдары. Яғни олардың синтезі, жаңа айтып өткеніміздей. Енді жасушалы энергиямен қамтамасыз ету дегеніміз қалай? Ол заттардың ыдырауынан шыққан энергия химиялық реакцияларда пайдаланылып, жасуша тіршілігінің барлық процестерін қолдайды.
Пластикалық және энергетикалық алмасу. Пластикалық және энергетикалық алмасу өзара тығыз байланысты. Пластикалық алмасу, яғни анаболизм, синтез реакциялары құрылыс материалдарын қамтамасыз етеді. Яғни біздің өсуіміз, көбеюіміз, мысалы бойдың өсуі, бұл процестердің барлығы пластикалық алмасу деп атаймыз. Оны немесе анаболизм, немесе синтез реакциялар деп атаймыз. Ал энергетикалық алмасу, яғни катаболизм, бұл синтез реакциялары. Энергетикалық тұрғыдан біздің синтез реакцияларын қолдайды осы катаболизм. Енді гомеостаз бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз организмнің ішкі ортасының тұрақтылығын сақтау қабілеті. Зат алмасу дұрыс жүзеге асқанда биологиялық жүйелердің химиялық құрамы тұрақталып, организмдер қоршаған ортаға жауап ретінде өз параметрлерін сақтай алады. Енді биологиялық тотығуға келейік. Биологиялық тотығу дегеніміз не? Ол органикалық заттардың молекулаларының тотығуы кезінде энергия босап шығу процесі. Бұл процесс тірі организмде әртүрлі жұмыс түрлерін жүзеге асыру үшін қажет. Органикалық қосылыстар құрамындағы электрондар жоғары энергетикалық деңгейде болады, және электрондар төмен энергиялық деңгейге ауысқанда энергия босап шығады. Электрон донорлары мен акцепторлары деген түсінік бар бізде тағы. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз электрон донорлары бұл органикалық қосылыстар жоғары энергетикалық электрондарын бере алады. Ал акцепторлар, мысалы оттек, НАДФ, НАД сияқты молекулалар, олар электрондарды қабылдайды да, олардың химиялық энергиясын жинақтайды. Энергия алмасудың кезеңдері. Энергиялық алмасу 3 кезеңнен тұрады. Дайындық кезеңі, яғни оттексіз кезең, оттекті кезең, яғни молекула оттекке қатысады, яғни тағы да оттексіз кезең. Бұл егер оттек жоқ болса. Енді дайындық кезеңге тоқталсақ. Дайындық кезеңде бізде не болады? Дайындық кезеңде, бұл кезеңде полимерлердің ірі молекулалары мономерлерге ыдырайды. Нәруыздар амин қышқылдарына, полисахаридтер қарапайым қанттарға, майлар май қышқылдарына және глицеринге. Осы келесісі бұл глюколиз кезеңі. Глюколиз кезеңі бұл глюкозаның ыдырауы. Бұл процесс ферменттер арқылы жүреді, оның барысында АТФ бөлінеді. Яғни глюкоза молекуласында фосфор қышқылы қосылады, нәтижесінде глюкоза фосфорланған күйге келеді. Бұл формада глюкоза жоғары белсенді және оған басқа химиялық реакциялар жалғасады екен. Міне, мұны алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай, бұл бізде глюколиз процесі. Түрі қиын болып көрінуі мүмкін сіздерге, бірақ негізі қиын реакция емес. Яғни бізде мынау көріп тұрған нәрсеміз, бұл бізде глюкоза. Енді осы глюкоза NADH-тың және судың көмегімен ыдырап бастайды. Сіздер бұл жерде білу керек нәрсе не? Алғашқы өнім ол глюкоза болды. Сөйтіп глюкозадан бізде 2 пирожүзім қышқылы түзілді. Осыны білсеңіздер болды. Және оның нәтижесінде 2 жұп АТФ энергиясы түзілді.
сөйтіп оттек болғанда әрі қарай сол екі пирожүзім қышқылы әрі қарай төрт ашын бөліп шығарады да екі АТФ шығарады. Жалпы осы оттекті ыдырау кезінде, оттекті оттексіз ыдырау кезінде екі кезеңді қосқан кезде бізде 38 АТФ молекуласы түзіледі. Бұл бір глюкозаның молекуласының. Соның нәтижесінде бізде энергияның бөлінуі болады. Осы 38 АТФ дедік, 38 АТФ әр тыныс алған кезде әр жайым бөлініп тұратын процестер. Бұл процестердің бізде мыңдағаны минут сайын жүріп отырады. Енді АТФ түзілді дейік. Бұл энергия, бұл жылу. Бұл энергия қозғалуға керек энергия. Бұл біздің ағзамыздың жылы температурасын ұстап тұруға қажет температура. Біздің температурамыз 36,6, если что. Енді АТФ түзілді. Оның 55% АТФ молекулаларында сақталады. 55% энергия ретінде. Ал 45% жылу түрінде сыртқа бөлініп шығып кетеді екен. Яғни біз білетін едік, физикадан өткен кезде пайдалы әсер коэффициенті. Ол дегеніміз біздің ағзамыздың пайдалы әсер коэффициенті, яғни түзілген энергияны қаншалықты тиімді пайдаланады десек, ол 55%-ке. Қалған 45%-ні біз сыртқа жылу ретінде шығарып тастаймыз. 55%, сонда біз 50%-ін құр жұмсаймыз ба деп ойламаңыздар. Бұл өте тиімді, өте эффективті түрде пайдалы әсер коэффициенті тірі ағзалардың ішінде. Біздің іштен жанатын жанармайлар моторлардың өзі бұндай пайдалы әсер коэффициентіне әлі күнге дейін жете алмай отыр. Енді мына кестені просто жаттап алыңыздар. Бұл сіздерге база ОБЗ-да міндетті түрде келеді. Егер осы тапсырманы жаттап алсаңыздар, тест тапсырмасын орындап көріңіздер. Сіздерге орындауға 10 минут, 5-10 минут уақыт беремін.
оң тестті орындаңыздар. Біз метаболизм тақырыбын толықтай аяқтамадық. Келесі сабақ интенсивте міндетті түрде көріңіздер. Біз келесі интенсивте кребс цикліне тоқталамыз. Оның маңызына және метаболизмді толығырақ презентация, суреттер, иллюстрациялар арқылы сіздермен талқылайтын боламыз. Бұл метаболизмге кіріспе түрінде болатын. Сонымен бүгін сіздермен бірге біз жануарлардың қан айналым жүйесінің эволюциясына тоқталдық. Оның барлық жануарларда қандай ерекшеліктері бар? Неліктен қан араласып құяды? Неліктен жануарлар жылы қанды немесе салқын қанды болады? Адамның қан айналым жүйесінің қандай ерекшеліктері бар? Неліктен веналық қан, неліктен артерияда веналық қан болады? Неліктен венада артериялық қан болып қалады? Оның себептерімен тоқталдық. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, маған міндетті түрде YouTube-қа комментарий түрінде жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі интенсивте кездескенше қош сау болыңыздар.